Қайырлы күн оқушылар, информатика сабағы, ақпараттық жүйелер бөлімі, Big Data тақырыбы бойынша сабағымызды жалғастыратын боламыз. Сабағымыздың оқу мақсатына тоқталып кетсек, Big Datаны пайдалануда оң және теріс әсерлерін бағалау. Сабағымызда кездесетін термин сөздер: жылдамдылық, score, speed, операция, operation, аналитика, analytics, даму, развитие, development. Өткен сабақтағы білімізді жаңғыртсақ, веб дегеніміз не? World Web. Дүниежүзілік өрнек, кейде қысқа түрде веб деп аталады. Бұл мәтіннен, графикадан, иллюстрациядан, мультимедиалық нысандардан тұратын құжаттар жиынтығы. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу мақсатында сендерге кішігірім видео көруді ұсынамын. Цифрлық күн тәртібінен түспей келетін Big Data дегеніміз не? Big Data ағылшыннан үлкен мәліметтер деп аударылады. Математика тілімен өрнектеп айтсақ, Big Data жүйеленген немесе мүлдем жүйесіз берілген мәліметтерді өңдеу технологиясы. Big Data технологиясы мен психологияны біріктіріп, көптеген зерттеулер жасауға болады. Соның бірі адамның цифрлық аватары. Адам болмысын жан-жақты айшықтайтын цифрлық аватар, қарапайым тілмен айтсақ, интернеттегі цифрлық портрет, болашақта нақты өмірдегі бейнеден де басым, маңызды болуы мүмкін. Енді біраз жылдан кейін білім алу, қызметке орналасу, үйме көлік алу, несие рәсімдеу цифрлық аватар көмегімен жасалмақшы. Бұл технологиялардан қорқудың қажеті жоқ. Цифрлық әлемнің ережелері осындай. Ол ережелерді қабылдау немесе бас тарту өз еркімізде. Бірақ интернеттегі әрбір қадамды ойланып барып жасауға шақырамыз. Әсіресе кішкентай балаларға компьютер мен смартфон қолданғанда мұқият болуды үйрету қажет. Бүгінгі айтқымыз келген ақпар осы: қауіпсіз әлемді ақылды адамдар жасайды. Ақылды болайық. Ал балалар, бейнероликтен көргендегідей, Big Dataның тура аудармасы үлкен деректер, яғни Big Data термині қысқа уақыт ішінде алуан түрлі құнды деректерді жинау дегенді білдіреді. Big Data технологиялық инновациялар нәтижесінде пайда болған үлкен көлемді деректер. Оған ұзақ жылдар бойы сақталған ұялы байланыс абоненттерінің мәліметтері, іздеу жүйесіндегі сұраулар тізбегі, әлеуметтік желідегі белсенділік, тіпті қоғамдық орындарындағы бейне бақылау камераларына жазылған материалдар мен және тағы басқа ақпараттар кіреді. Big Data түсінігі нақты анықтамасы жоқ. Оларға 100 мегабайт немесе 10 терабайт деп шектеу жасай алмаймыз. Жалпы атаудың өзі субъективті болып келеді. Big Data негізгі 4 операцияны орындауға арналған технологиялар жиыны. Олар көлем, әралуандылық, жылдамдылық, өзгергіштілік. Big Dataның артықшылығына тоқталып кетсек. Біріншісі, әртүрлі көздерден деректерді жинау. Екінші, нақты уақытта талдау арқылы бизнес процестерін жақсартуға болады. Үшінші, үлкен көлемді деректерді сақтау. Төртінші, инсайттар Big Data құрылымданған және жартылай құрылымданған деректердің көмегіне бай болып келеді. Одан кейін үлкен деректер тәуекелді азайту және қолайлы тәуекел талдаушылардың арқасында дұрыс шешімдер қабылдауға көмектеседі. Big Dataның қандай қиыншылықтары бар? Деректердің құпиялылығы. Біздің жеке өміріміз туралы көптеген ақпараттарды қамтиды. Оның құпиялылығын сақтау, оның толық құқығымыз бар. Деректерді қорғау белгілі бір мақсат үшін керек. Біздің деректеріміз бөгде жандардың қолында болса, осы деректердің сақталуы мен қауіпсіздігіне сенімді бола аламыз ба деген сұрақтарды туындатады. Big Data мамандардың айтуы бойынша үлкен көлемдегі ақпараттарды дұрыс өңдей алсақ, онда жасырын заңдылықтарды анықтауға және бизнестің және экономиканың тиімділігін арттыруға көмегі көп болады екен. Жан-жақты талдаудан өткен ақпарат кез келген компания үшін құнды болатыны сөзсіз. Үйге Big Data технологиясы Қазақстанға қай жылы келді? Біздің өмірімізде оның орны қандай? Big Dataның артықшылығы мен кемшілігі деген сұрақтарды қамти отырып, кішігірім ізденіс жұмысын ұсынғым келіп отыр. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.